Ересек жаста пайда болатын пигменттік дақтар алғашында байқалмайды, ал кейін айтарлықтай күңгіртеніп көріне бастайды. Көбінесе қол, бет және мойын декольте аймақтары зақымданады. Сондықтан көп адамдар оларды медициналық тұрғыдан түсінбегендіктен қажетсіз немесе эстетикалық емес деп ойлайды. Жақсы жаңалық. Сізге қымбат кремдер де агрессивті ем-шаралар да қажет емес. Өйткені үйдегінің төресі саналатын қарапайым картоп, яғни ас үйде әрдайым табылатын көкөніс, бұл мәселеде расымен көмектесе алады. Қарапайым картоп. Бір қарағанда әженің кененесі сияқты естілетін бұл әдістің теріге керемет әсері бар екені дәлелденген. Бірінші, неге дәл картоп? Картоптың құрамында катехолаза деп аталатын табиғи фермент бар. Ол пигменттің өзгеруін табиғи жолмен азайтуға көмектеседі. Бұл фермент меланин өндірісіне тікелей әсер етеді. Ал меланин терідегі күңгірт дақтардың пайда болуына жауапты пигмент болып табылады. Бұған қоса, картопта С және В дәрумендері бар. Олар теріні нығайтады, қалпына келтіреді және ағартуға көмектеседі. Халық медицинасында картоп ежелден терідегі түрлі мәселелерді, соның ішінде күн дақтары мен пигментацияны емдеуде қолданылып келген. Бұл кездейсоқ емес. Екінші, табиғи масканы дайындау. Қолдану үшін тек бір дана орта көлемді картоп жеткілікті. Оны жуып, жұқа әрі біркелкі тілімдерге кесу керек. Кесілген кезде бөлінетін шырыны өте маңызды. Дәл осы шырынында ем жоғары концентрациядағы белсенді ферменттер бар. Егер әсерін күшейткіңіз келсе, бірнеше тамшы лимон шырынын қосуға болады. Лимон шырыны аздап ағартқыш әсер беріп, картоптың пигментті кетіру қабілетін қолдайды. Бірақ абай болу керек. Кей адамдардың терісі қышқылға сезімтал болуы мүмкін. Үшінші, қолдану тәсілі. Жаңа кесілген картоп тілімдерін пигменттік дақ бар аймақтарға қою керек. Мұны пакетше немесе кішкентай пинцетпен жасау ыңғайлы. Дәл осы сәттен бастап картоптың әсері жұмыс істей бастайды. 20 минут масканы ұстау ферменттердің терінің үстіңгі қабатына енуіне және біртіндеп ағартушы әсер көрсетуіне мүмкіндік береді. Бұл уақыт ішінде маска аздап кебуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай. Қалаған адам осы уақыт ішінде картоп тілімдерін жаналап қойып, әсерін күшейте алады және терінің жұмсақ болуын сақтайды. Төртінші, процедурадан кейін не сезесіз? 20 минуттан кейін масканы жылы сумен жай ғана жуып тастаңыз. Теріңіздің жұмсарғанын, балғын көрінетінін және жалпы өңі ашыла бастағанын байқайсыз. Бірінші қолданудан кейін-ақ жеңіл ағару байқалуы мүмкін, ал тұрақты нәтиже үшін аптасына 2-3 рет қайталау жеткілікті. Картоптың табиғи қасиеттері жұмсақ, бірақ өте тиімді әсер етеді және пигменттік дақтармен күресудің таңғаларлық табиғи әдістерінің бірі болып саналады. Пигменттік дақтардың пайда болуына қандай минерал жетіспеушілігі себеп болуы мүмкін екенін білгің келсе, келесі видеоны көруге болады. Каналға тіркел.